Бүгінгі сабақта финики в шоколаде жасаудың тағы да бір түрін көрсеткім келеді. Біз алдыңғы сабақта осындай орехтарды осы финиктің ішіне салған болатынбыз. Мен де оны дайындап қойдым. Ал енді бүгін мен сіздерге осылай орех бетіне шығып тұратын түрін көрсеткім келіп тұр. Қараңыздар, осылай орех көрініп тұрады. Бұл бізде пекан орехы. Мына жағын біз шоколадпен толығымен жауып, посыпкамен әсемдейтін боламыз. Ол үшін біздің финиктарымыз алдын ала жуылған және таза болу қажет. Одан кейін біз оның ішіндегі дәмін алып тастаймыз. Өстіп кесеміз. Біз алдында жай ғана жартысын кесек, осы жолы біз бұл финикті осылай толығымен кесеміз. Қараңыздар, кесіп ішіндегі дәмін шығаратын боламыз. Міне алып тастадық дәмін. Енді біз финикті ашамыз. Именно королевский финиктарды қолдансаңыздар, сіздердің конфеттеріңіз әдемі және дәмді болып шығады. Міне ашып алдық. Ішіне мен пекан орехін салатын боламын. Өздеріңіздер білесіздер, қай жағына шығарып қойсаңыздар да, қай жағына қарап тұрсын десеңіздер, мен ішіне 1,5 немесе 2 пекан орехін саламын. Осылай. Енді әдемі бір орехты таңдап аламыз. Мысалы, үлкенде әдемі орехты таңдадық. Міне оны осылай шет жағына өстіп қоямыз. Яғни бұл орехтың астында бізде орехтар болу керек. Қандай орех болса да, миндаль болса да, кешью болса да, қандай орех бар, соны салып алыңыз. Одан кейін пекан орехын осылай қоямыз соның үстіне. Сол кезде біздің финик жабылмай тұрады. Яғни біз үстінен бүйтіп бассақ та, біздің пекан орехіміз ішіне кірмейді. Өстіп біз жартылай ашып қоямыз. Мына шет жақтарын жақсылап отырып, өстіп орехқа жабыстырып аламыз. Мына жағы бізде толығымен шоколадқа матырылатын болады. Бұның ішінде менде тағы да жарты пекан орехы бар. Қазір тағы да біреуін көрсетейін. Өстіп кесіп аламыз. Ішіндегі дәмін шығарамыз. Одан кейін екі түрлі орех саламыз. Мен ішіне 1 пекан орехін салдым. Одан кейін мен тағы да 1 пекан орехін салғым келіп тұр, әдемірек. Оны осылай салдым. Енді именно бізде пекан орехы көрініп тұратын жағын осылай бүйтіп жабыстырамыз шет жақтарын. Жабыстырып алдық. Мына жақтарын өстіп жауып қоямыз. Өйткені бізде көп шоколад кетіп қалмау қажет. Жақсылап отырып жаптық. Міне бізде мына финик жақсы жабысады. Міне осы жағын, мына жағын біз толығымен шоколадқа матырып, одан кейін посыпкамен әсемдейтін боламыз. Сөйтіп біз барлығын істеп шығамыз. Одан кейін темперированный шоколадқа матыратын боламыз. Тағы да ашып аламыз. Қараңыздар, мен алдын ала бұл финиктарды тоңазытқышқа қойып қойдым. Езіліп, сыртындағы қабыршығы ашылмай тұрсын деп, және біздің шоколад сыртында тез қатсын деп, мен осылай алдын ала тоңазытқышқа қойып алдым. Осындай дайын финиктарды негізі 1 айға дейін сақтауға болады. Негізі 1 айдан да көпке сақтауға болады, бірақ көбінесе осы финики в шоколаде көбінде осы ораза айында заказ түседі. Сол кезде бізде 1 ай бұрын жасап қоюға болады. Финиктарымыз бізде обязательно свежий болу керек, үлкен болу керек, орехтарымыз да таза болу керек. Сол жағына мән беріңіздер. Сол кезде сіздердің жасаған тәттілеріңіз жақсы болып шығады, және сатып алған сіздердің тұтынушыларыңыз екінші рет қайтып келеді. Яғни егерде дешевый глазурдан жасап, жаман орехтар, жаман немеден финиктардан жасасаңыздар, сізге бұл алған адам екінші рет қайтып келмейді. Сондықтан всегда качественно жасаңыздар. Зато арзанға емес, бірақ качественно жасап үйреніңіздер. Міне өстіп жасап алдық барлығын. Енді бұның барлығын біз шоколадқа матыратын боламыз.
Мен міне молочный шоколадты алдын ала темперировать етіп алдым. Пассив әдісімен темперирование жасадым. Сіздер өзіңізге қайсы әдіс ыңғайлы, сонымен жасасаңыздар болады. Қараңыздар, бұл жерде бізге зубочистканы кіргізудің қажеті жоқ, өйткені біз шоколадты осы жартысына дейін қана матырамыз, иә. Сондықтан біз мына жағын қолымызбен ұстасақ жеткілікті. Шоколадымызға осылай матырып аламыз, жартысына дейін шығарамыз. Темперированный шоколад мынандай салқын финиктің үстінде бізде тез қатып қалады, иә. Енді міне қараңыздар, мен осындай посыпкаларды дайындап қойдым. Посыпкамызға өзіңізге қандай посыпка ұнайды, соның үстіне осылай матырасыздар да. Одан кейін біздің осы фольганың үстіне қойып қоямыз. Қараңыздар, мына жерде менде темперированный шоколад, мен пассив әдісімен темперирование жасадым. Енді жаңағы дайындаған біздің финиктарымызды осы шоколадқа матырамыз, иә. Біз жартылай ғана матырамыз. Мына әдемі көрініп тұрған орехты біз матырмаймыз, тек қана бір жағын ғана матырдық. Енді қараңыздар, мына жерде посыпка менде бұл фисташковый, ұнтақталған фисташка. Мынау бізде арахистар дробленый. Сол сізге қайсысы посыпкаға салғыңыз келеді, соған өстіп үстіне өстіп матырып алсаңыздар болады. Немесе үстіне сепсеңіздер де жеткілікті, иә. Міне мен осылай матырып алдым. Енді оны қазір фольганың үстіне қатырып қоятын боламын. Міне қараңыздар, мынау бізде фисташкамен жаңа жасадым, мынау бізде дробленый орехтармен осылай әсемдеп шықтым, иә. Бұлар наборда өте әдемі болып көрінеді. Енді біз қалған осы финиктарымызды толығымен сөйтіп жасап шығамыз. Яғни біз осылай жартысына дейін матырдық. Төгіп ала жаздадым. Артығын өстіп шоколадты түсіріп тастаймыз. Енді оның үстіне посыпканы себетін боламыз. Немесе осылай посыпканың үстіне өзіңіз өстіп матырсаңыз да болады, иә. Фисташканың негізі ұнтақ түрі де болады, иә. Осылай толығымен матырсаңыздар болады, немесе бір жағына ғана матырсаңыздар болады. Ол барлығы енді өздеріңізге байланысты. Мен осылай матырамын. Одан кейін фольганың үстіне алып қоямыз. Қараңыздар, немесе қолдарыңызбен ұстағанға ыңғайсыз болса, өстіп осындай шпажкаларды немесе зубочисткаларды осылай екі жағына кіргізіп аламыз. Алдыңғы видеодағылар сияқты, өстіп кіргізіп аламыз, өзімізге ұстағанға ыңғайлы болу үшін. Кіргізіп алдық, осылай жақсылап отырып ұстап алдық. Енді оны біз осы шоколадқа матырамыз. Жартылай матырдық жақсылап отырып. Артығын өстіп сілкіп түсіреміз, шоколадтың артығын. Міне қараңыздар. Енді оның үстіне осы посыпкаларды өстіп сеуіп шығамыз. Сеуіп шықсаңыз болады, немесе жай ғана матырып шықсаңыз да болады. Енді оның барлығы өзіңіздің қалауыңыз. Өстіп біз барлығын өстіп жасап шығатын боламыз. Осылай кіргіздік. Шоколадқа матырдық жартылай. Артық шоколадты сілкіп түсірдік. Енді оның үстіне посыпкамызды себетін боламыз. Ең әдемі көрінетін осы фисташка, осындай нелері, ұнтақтары, немесе осындай немелері болады. Осы менікі сияқты мелкий түрі бар, үлкен түрі де бар, иә. Именно осы түрі
әдемі көрінеді. Осындай зубочистканың мына жағына кіргіздім. Менде мына жағы әдемі жағы, осы жаңғақ көрініп тұратын жағына мен зубочистканы кіргіздім да, енді мына жағын мен жаңағы темперированный шоколадымызға осылай жартылай матырып шығамыз. Яғни біздің жаңғағымыз көрініп тұру керек жартысы. Артығын өстіп түсіреміз. Енді оның үстіне посыпкамызды себетін боламыз. Өстіп себеміз. Осы күйінде тоңазытқышқа алып қоямыз. Яғни біздің шоколадымыз қатқаннан кейін біз оның зубочисткасын алып тастап, набор жинай берсек болады. Енді бұның барлығын мен тоңазытқышқа шоколадымыз толығымен қатқанша алып қоямыз. Где-то бір 20 минут, жарты сағаттың ішінде біздің шоколадтарымыз толығымен қатып қояды. Сіздерге тағы бір оформлениесін көрсеткім келіп тұр. Ол үшін біз тағы да өстіп зубочисткамызды финикиға кіргізіп аламыз. Одан кейін оны шоколадқа матырып аламыз. Осылай. Перчаткалардың қатты неудобный екен. Прям қараңыздар, матырып алдық. Енді маған узбекский стильда жасап беріңізші деген өстіп шоколадтарымыздан, яғни бұл жерде молочный шоколад болса да, әртүрлі шоколадтарды өстіп. Бұлардың барлығы темперированный шоколадтар. Мен боядым да, өстіп мешоктарға құйып алдым. Қараңыздар, енді осылай жағып шықтым. Одан кейін бізге зубочистка қажет. Сонымен біз өстіп узор салып шығамыз. Яғни үстіге астыға, өстіп узорымызды өстіп жүргіземіз. Сол кезде біздің артық шоколадымыз өзі өстіп түсіп қалады. Бізде осындай әдемі узор пайда болады. Маған негізі узбекский стильда заказ келген болатын, соны өстіп жасайтын боламын. Ал сіздер бұл жерге молочный шоколадты қолдансаңыздар болады. То есть ақ шоколад үстіне сызықша молочный істейсіздер, одан кейін өстіп зубочисткамен узор салып шығасыздар. Енді біз оны қатқанға фольганың үстіне қойып қоямыз. Мына жерге кіргіздім зубочисткасына. Одан кейін мен шоколадқа жақсылап отырып матырып алдым. Бұл жерде мен шоколадқа матырғаннан кейін бет жағындағысын сілкеген жоқпын. Көрдіңіздер. Енді мен осылай шоколадты жағып шығамын. Жақтым. Қызылды жағамын. Енді бізге бір зубочистка қажет. Жаңағы зубочисткамызды алдық. Сонымен қазір астына осылай узор жасадым. Үстіне қарай создым. Одан кейін астына қарай, үстіне қарай, астына қарай. Өстіп біз узор салып шығамыз. Бұл жерде өстіп салған кезде біздің артық шоколадтарымыз өздері өстіп түсе бастайды. Өстіп сілкіп түсірсеңіз болады. Міне қараңыз. Сонда бізде осындай узор пайда болады. Яғни бұл жерде мен 200 грамм, 300 грамм ақ шоколадты темперировать етіп алдым. Одан кейін кішкене бөліктерін әртүрлі түске бояп, өстіп кондитерлік мешокқа құйып алдым. Бұл шоколадтарымыз барлығы темперированы, яғни мен бір ақты темперировать еттім да, одан кейін өстіп бірнеше бөлікке бөліп бояп алдым. Барлығын жирорастворимый красительмен боядым. Енді өстіп сурет салып шығамыз. Егер де сіздің шоколадыңыз қоюланып бара жатса, онда сіз кішкене микроволновкада
жылытып алсаңыз болады. Өстіп кептіріп қоямыз. Қараңыздар, енді біздің финиктарымыз барлығы міне қатты. Толығымен қатқаннан кейін, мысалы міне қараңыздар, толығымен қатты біздің финиктарымыз. Енді толығымен қатқаннан кейін біз мына жердегі зубочисткаларын өстіп ақырындап өстіп бұрап алып тастаймыз. Яғни біз оны қатты тартып қалсақ, шоколад сынып кетуі мүмкін. Сондықтан өстіп бұрап өстіп алып тастаймыз. Енді маған именно өзбекский стильда жасасын дегендіктен мен осындай финиктарды жасадым. Енді бұның барлығын біз қорапқа жинайтын боламыз. Бұның алдында половина істелінгендер, міне бұларды мен дайындап қойдым, қараңыздар. Бұлар наборда өте әдемі болып көрінеді, міне арахиспен себілгендер. Енді бұлардың барлығын набор қылып жинаймыз. То есть наборға біз осындай мини коробочкаларды қолдансақ болады. Бұның сыртындағы крышкалары осындай прозрачный болып келеді. Немесе обычный біздің өзіміздің 4 бұрыш қорабымызға жинасақ болады. Егер де біз мынандай қорапқа жинайтын болсақ, ішіне әртүрлі финиктарды саламыз. Өстіп ішіне тишу қағазын бірінші салып аламыз. Шет жақтарына салсаңыз болады. Бүйтіп әдемілеп тешуді, немесе осылай қалдырсаңыз да болады. Енді біз әдемі қылып жинаймыз. Бізде 6-7 финик бізде осыған осылай сияды екен. Яғни бұл жерге әртүрлі араларынан конфеттарды салып, өстіп әсемдеуге болады. Немесе біз 4 бұрыш қорапқа жинасақ болады. Қазір 4 бұрышқа жинаған түрін көрсетеміз сіздерге. Міне осындай қорапқа да жинасақ болады. Қараңыздар, бұл жерге біз тағы да осындай капсулаларды қолданамыз. Капсуланыкі менде оптимальный самый 8 сантиметр. Бұл клубникаға да келеді, финикаға да келеді. Осындай именно королевскийларға барлығына жақсы келеді. Енді бұл немелердің ішіне, капсуланың ішіне бір-бірлеп саламыз өстіп. Енді біз наборымызды жинайтын боламыз. Маған әрбір наборда 9 финиктан болу керек. Яғни мен біреуін осындай қол салдым. Оның жанына, яғни осындай орехпен салып қойсам болады. Сосын кішкене бір темный лаулын салайын өстіп. Мен 9 финикті қазір жинап шығамын. Бұл жерде ортасына үлкендеуін жинаса болады, ашықтауын. Біз әрбір наборға осындай ашық финикті да өстіп салып отырамыз. Қараңыздар, осындай. Мен ойымша өте әдемі набор пайда болатын сияқты. Өте әдемі, необычный. Заказчик именно осындай өзбекский стильда болсын деді. Өзбекский стиль деп орысша жазған, мен өзім қазақшалап айтып тұрмын. Сол бойынша мен өстіп узор жасадым. Узорды сіздер молочный шоколадпен жазсаңыздар да болады. Әртүрлі тематикаға негізі өстіп жасаса болады. Менің ойымша осылай әдемірек көрінетін сияқты. Так, бізде біреу мынандай бен болды, енді екіншісі мынандай ашық арахиспен салып қояйын. Ортасына мен наборды жинаған кезде тоже қараңыздар, сіздердің наборларыңыз анандай барлығы бір-біріне ұқсас болып кетпесін. Яғни әртүрлі қылып жасаған орнына өстіп әдемі қылып жасаған жақсы сияқты. Бір какой-то стиль болу керек. Мен екі жақ шет жағына осындайларды салдым, ортасына осындай ашық немесе молочный шоколадтан жасағанмен толтырып қойдым. Бетіне крышкасымен жауып, лентасын байлап, подарка ретінде берсек болады. Негіз осылай істесе болады, немесе осылай қорапқа жинаса болады. Енді ол өзінің
Мына жерге тек қана менде 7 финик сиіп тұр. Тағы да кішкене нетсе, менің ойымша 9 финикті осы неге сиіп кететін сияқты. Бізде 9 финикке бізге 18 сантиметрлік коробка қажет, 18. Енді енін көрек, 15-та 5 деп көрсетіп тұр. Ені ұзындығы 18 сантиметр. Енді биіктігі бізде стандартны, всегда 3 сантиметр немесе 400 сантиметр. Мына жерде бізде 4,5-5 сантиметрлік коробка екен. Қараңыздар, сіздердің ойынша қайсы жақсы, мынау жақсы ма? Немесе мынандай қораптар жақсы ма екен?